Бірінші ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Үстіне қант қосып, миксермен араластырамыз. Бұдан кейін жұмыртқамызды салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, араластырып аламыз да, ұнымызды 3-4-ге бөліп саламыз. Ұнымызды салған сайын миксермен араластырып отырамыз. Миксермен араластырып болсақ, енді қолмен жайлап тестіні біріктіреміз. Барлығы жақсылап бірікті. Енді осы тестіні 2-ге бөлеміз. Яғни біреуінің астына осылай төсеп аламыз да, екіншісімен бортик жасаймыз. Астыңғы тестіні кішкене көптеп аламыз. Астын жайды, енді бортиктарын жасайтын боламыз. Айналдырып жасап шығамыз. Шанышқымен осылай бортиктерін тегістеп шығамыз. Және ішінен осылай әдемілеп басамыз. Формамызды салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбеге үстіне қаймақ қостым, жұмыртқа қосып, жаймен миксермен араластырамыз. Бұдан кейін үстіне қантымызды қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығын толықтай араластыруымыз керек. Дайын салмамызды жаңағы біздің формамыздың ішіне құямыз. Тегістеп жібереміз. Енді осыған мен өзім малина вареньесінен малинаны салдым, бірақ бұл міндетті емес. Осылай барлығын салып шықтық. Енді 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын болды. Бірден формадан алмаймыз. Шамамен кішкене суығаннан кейін алатын боламыз. Себебі бірден алсақ жандары сынып кетуі мүмкін. Барлығыңызға ас болсын.